Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тептелей сорпа жасаймын балаларыма. Ең алдымен бізге пияз керек, және болгар бұрышы, және де картошка және сиырдың парышы керек. Сиырдың парышы, қойдың парышы бола береді. Парыш болса болды. Любойын жарата берсеңіздер болады. Бізге ең алдымен болгар бұрышын және пиязды майдалап турап аламыз. Одан кейін картонымызды ашып, жуып, тазалап, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп атқанда қазанымызды газға қойып қыздыра береміз. Қазанымыз қызған соң бір ожаудай май құямыз. Толтырмай құйыңыздар майды. Одан кейін пиязымызды, болгар бұрышымызды салып, қызарғанша қуырамыз, осылай. Және де артынша картонымызды саламыз. Картонымызды салып, әбден араластырамыз. Осылай араластыра отырып, достар, паприка, приправа, сосын жаңа бульон салсаңыздар болады. Қызарту үшін және де томат салып жіберіңіздер кішкене. Мен сорпаға томат салмаймын, кішкене паприка салдым. Осылай қуырып, әбден қуырып болғаннан кейін суымызды құямыз. Осылай 2 ожау су құямыз. Енді қайнауға жібереміз. Біз оған дейін бір кесе күрішімізді алып, суға жуып аламыз осылай. Ыстық суға 2-3 рет жуып, және де ыстық суға кішкене су қалдырып, бұқтырып, бетін жауып қоямыз. Күрішіміз жібіп тұру керек. Осылай бетін жауып қоямыз. Күрішімізді дайындап, жібіп, шамалы жібейді. Одан кейін суын ағытып, парышымызға араластырамыз. Осылай парышқа араластырып, арасына тұз саламыз, және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, және де қандай дәмдеуіш бар, соны салсаңыздар болады. Мен қара бұрыш, қызыл бұрыш, және де тұз салдым. Осылай күрішімізді алып, араластырамыз осылай қолымызбен. Әбден араластырып, домалақтаймыз. Осылай қайнап жатыр сорпамыз. Бір жарты сағат, 1 сағаттай қайнатасыздар. Осылай қайнап жатқан сорпаға тұзын, дәмін көресіздер. Жаңағы парышымызды домалақтап, осылай домалақтап алып, сорпамызға саламыз. Бұл жаңа парышымыз, күрішіміз араласқан тептелеміз демде піседі. Бұл 20 минутта, күріш 20 минутта піседі. 20 минуттан кейін алып іше берсек болады. Енді сорпа ішіндегі дәмдеуіштер пісті. Енді осы парышымызды саламыз. Осылай сорпамызды салып алып, бір 20 минуттай қайнатамыз. Көп қайнатпайсыздар. 20 минутқа қайнатуға жібереміз. Осылай қайнап пісті. Тептелеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Және де парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал тептелеміз дайын. Бізге ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді тептелемізді дайын. Енді сорпаны кесемізге құйып, тамақ ішуге кірісе береміз. Дайын тағамымыз бізге ас болсын. Енді бетіне көк шөп сеуіп жердім. Бар болса, сеуіп осылай сорпа істеп, жасап ішіңіздер. Өте керемет дәмді болып шыққан.